Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Бұл видео нұсқаулықта Freedom Bank'ке деректерді беру келісімін қалай жіберу керектігін көрсетеміз. Бірінші қадам білім класс жүйесіне ата-ана ретінде кіру. Егер де сізде ата-ана ретінде аккаунтыңыз әлі де болмаса, онда өзіңіздің балаңыздың сынып жетекшісіне хабарлассаңыз болады. Аккаунтыңызға сәтті кіргеннен кейін, жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәсірден кабинет бөлімін тауып, соны басыңыз. Осы кабинет парақшасында Freedom Bank'ке деректерді жіберу келісімі бөлімін таңдаңыз және парақшаға өту батырмасын басыңыз. Ашылған парақшада толықтай науқан шарттары көрсетіледі және сіз төменірек өтсеңіз, акция шарттарына сәйкес келетін балаларыңыздың тізімі шығады. Келісімді ұсынғыңыз келетін әр балаңыздың жанына құсбелгі қойыңыз. Растау SMS кодын алу үшін жарамды телефон нөмірі енгізіліп тұрады. Пайдаланушы келісім офертасын шарттарын мұқият оқып, келісім беріңіз. Содан кейін деректерді ұсыну батырмасын басыңыз. Деректерді жіберу батырмасын басқаннан кейін көрсеткен нөміріңізге растау SMS коды жіберіледі. Алынған кодты сәйкес жолға енгізіңіз де келесі батырмасын басып, әрекетті растаңыз. Құттықтаймыз, Freedom Bank'ке деректерді беру келісімін сәтті жібердіңіз. Көріп тұрғаныңыздай, оқушылардың мәртебесі өңделуде дейтін мәртебеге ауысты. Енді келесі қадам ол Freedom Bank қосымшасында осы балаларға карточканы ашу. Назарларыңызға рахмет. Егер де алдағы уақытта сұрақтарыңыз туындап жатса, онда біздің қолдау қызметіне хабарласаңыз болады. Білім класста сәтті жұмысты тілейміз. Сау болыңыздар.